Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен сіздерге лидерлік қабілеттің, жалпы бастықтардың, көшбасшылардың, кез келген істің басында тұратын жеңімпаздардың, жалпы кез келген істе мықтылардың мықты болуының ең деген қасиетін айтып берейін сіздерге. Мықтылар, көшбасшылар, бастықтар, директорлар, лидерлар барлығының да сезімдері бар, қорқыныштары бар, ұйқыға шыдамсыздығы бар, шаршаңқылық мінезі бар, қиқыраңқы мінезі бар, қиқарлығы бар, ашуы бар, жалығатын сәттері бар, жалығу сезімі бар, торығу сезімі бар, қорқынышы бар. Бірақ соған қарамастан ол кісілердің ең бір қарапайым адамдардан ерекшелігі сол минус мінездерге, жаңағы берлігештікке, жалқаулыққа, жалтақойлыққа, ұйқыға шыдамсыздыққа, жалыққыштыққа, қайтып кету мінезіне, қорқақтық сезімге, қорқу, қобалжуға қарсы тұру мінезділіктерінде, қарсы тұра білетіндігінде, осыған қарсы тұру, қарсыласу мінезін меңгергендіктен сол адамдар міндетті түрде көшбасшылар. Ендеше көшбасшылар дегендеріміз кімдер екен? Олар өзінің осал тұстарынан жеңіліс таппайтын, ұйқысы келгенде оған қарсыласып ұйықтамайтын, мақсатына жетпей қоймайтын қайсар адамдар ғана әр істің басында тұрады. Айтты ма істейтін, жасады ма жеткізетін, ойланды ма шешім шығаратын, осындай қайсар адамдар міндетті түрде көш басында тұрады екен. Ендеше мақсатыңызға жете алмай жүрсеңіз, ойлаған ісіңіз жүзеге аспай жүрсе, тек қана осының барлығына қарсы жүзе білу сезімін қоятын.